Всем привет! Бұл разговорное видео. Мен разговорное видео көп түсірмеймін, сондықтан кішкене қобалжу бар. Сегодня мы будем укладывать волосы и разговаривать. Конечно. 2024 жылдың күзгі мезгілі, менің күзгі мезгілім қалай өтті? Все. Кейбір нәрселерді мен ысыра тұруыма тура келді, өйткені мен өте көп нәрселерге үлгермей кеттім. Уақыттың тапшылығы қатты білінді. Күздің басында менің не болады? День рождения болады. Мен дүниеханымды күшті атап өттім өзімнің маған жақын жандардың арасында. С людьми, с которыми мне очень комфортно. Сосын мен осы күздің басталғанда түсіндім, то, что мен 18-ге толам, и как будто что-то будет поменяться в моей жизни. Но поверьте, документтен басқа көп нәрсенің орнына сол күйі қалады. Көп нәрсе өзгермейді. Мен жасым 20-ға толғанда менің мышлением өзгереді. 30-ға толғанда мен мынандай бай боламын деген, это не работает. Лучше без эффекта тұра берсін. Қыркүйек айында кішігірім стресс және выгорание болды, потому что жазда уже демалысқа үйреніп қалған организм ары қарай демалысты талап етеді. Бірақ мен почему-то күзде қатты сабақты сағындым, но соған қарамастан сабаққа шыққан кезде у меня был такой стресс, даже вы не представляете. Там бөлек у меня был такой жуткий любовь к книгам. Бірінші курстың кезінде маған кітап оқыған өте қатты ұнайтын, ал қазір ол махаббат кішкене басылды. Мен ұнатпаймын, жек көремін деп айта алмаймын, бұрынғыдай жақсы көремін, бірақ уақыт-уақытымен бөліп, арнайы уақыт бөліп оқуды жөн көріп жатырмын. Ал прям түнге дейін оқып, таңға дейін оқып, сондай әдеттерді шығарған, ол әдет әрине қызық, бірақ дұрыс емес. Сондықтан мен соны жеңдім деп айта аламын. Одан бөлек менде қараша және қазан айларында өте бір депрессивный кез болды, өйткені бізде апталап, айлап күннің көзін көре алмай қалдық. Біз әсіресе Қызылорда облысы күн өте көп қамтылған аумақ, если честно. Бізде погода сондай болды, өте пасмурный. География бойынша бұлттылық 3 деңгейде болады: 0, 50% және 100%. Бізде 2 апта, 3 апталап 100% ұрып тұрды. Күн қысқарып, түн ұзарып жатты. Это очень сложный период для всех нас. Аккаунтымды басқа жерінен дамытуды бастадым. И менің екінші аккаунтым ашылды. Соған жазылыңдар барлығың. Ол менде профильдің описаниесінде тұр. Все, менің күзім осылай болды.